Бүкіліне сәлем достар, Айколон каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге басқа адамдарды троллейтін боламыз. Так, бірінші біз өзімізге осындай скин жасап алдық, енді бойымызды кішірейтіп аламыз. Кішірейтіп алдық, енді осымен бірге самокатымызбен үйлерді аралаймыз. Үйлерді біз тонайтын боламыз. Үйлердің ақшаларын ұрлаймыз. Мен мынандай күшті, богатый үйді тауып алдым. Қазір осының ішіне кіреміз. Ана жақтан кірмеймін, гаражынан кірейін деп жүрсін. Осындай мешокты аламыз да осылай 4-5 рет басамыз. Сосын менің уже үйге кіреміз. Осындай лайфхак сіздерге көрсетемін. Ана жақта достар қараңдар, 2 қыз тұр. Олар қазір кетіп қалғанын күтеміз. Так, достар, олар кетпейді. Сосын мен өзім ойладым, өзім бара берем деп. Олар мені көрмеген сияқты, сосын үстіне барып, олардың ақшаларын тонайын дедім. Бүкіл комнаталарын қарадым. Мына жақта жатып қалдым, өйткені олар мені іздегендей болды. Бірақ олар мені іздемепті. Сосын осылай жатып қалдым. Так, достар, біз енді осындай ниндзя болып бүкілін қарайын деп шештім. Өйткені олар мені көріп қалмасын деп осылай басымды тығып ниндзя шпион болып жүрдім. Мен осы жерлерде вроде ақшаны таптым. Міне олардың сейфтері ашық тұр екен. Бүкіл ақшаларын ұрлап алып кеттім. Так, достар, енді біз ары қарай осы адамның үйін зерттейтін боламыз. Достар, біз енді ары қарай лестницадан өтіп оның үйін қараймыз. Ал достар, мынау адамдар мені что-то көрмей тұрған сияқты, білмеймін. Или олар қуып кетті маңдайлар, соткалары, или телефондары, компьютерлары, білмеймін. Ал достар, біз мынандай бассейннен құпия жерді тауып алдық. Еще один сіздерге лайфхак. Так, достар, енді бұл жаққа отырдық та шықтық. Мынау адамдармен үйдің тонау что-то скучно болып кетті. Олардан қашпадық, түк істемедік. Сол үшін мен шығып кетейін дедім. Ал достар, сіздер подписка, лайк және комментария басып кетіңіздер. Ал енді екінші бөлім шыққанын күтіңіздер.